Сәлеметсіңдер ме балалар? Әдебиет 10-шы сабақ. Бүгінгі сабақта біз Қобыланды батыр жырының екі батыр мен көбікті хан бөлімі және көбіктіні жеңуін білетін боламыз. Балалар, сабағымыздың мақсатымен таныс болайық. Бүгінгі сабақта біз шығармадағы тілдік, бейнелеу суреттеу құралдарының мағынасын анықтайтын боламыз. Алдыңғы сабақта мен сендерге теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы сөздердің не екенін түсіндірген болатынмын. Ендеше бүгінгі сабағымыздың жаңа термині қайталау деп аталады. Келесі мақсатымыз балалар, әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтауды үйренетін боламыз. Ендеше балалар, қайталау дегеніміз не? Қайталау деген балалар, өлең жыр шумақтарындағы көркемдеуіш құрал тәсілі болып табылады. Яғни, қайталау деген сөз әсерін, айтар ойды күшейте түсу үшін бір сөзді немесе сөз тіркесін бірнеше мәрте қайталап айтуды айтады екенбіз. Балалар, қайталаудың 4 түрі бар. Ол жай қайталау, еспе қайталау, анафора және эпифора. Балалар, ендеше осы қайталау түрлеріне жеке-жеке тоқталайық. Жай қайталау дегеніміз балалар, бір сөзге ерекше екпін түсіріп, бірнеше рет қайталау түрін айтады екенбіз. Мысалы, мұнарда мұнар, мұнар күн, бұлттан шыққан шұбар күн, буыршын мұзға тайған күн, бура атанға шөккен күн, бұлықсып жүрген ерлерден бұрынғы дәурен өткен күн. Махамбеттің бұл өлеңінен балалар, мұнарда мұнар, мұнар күн сөзінің бірнеше мәрте қайталанып тұрғанын байқадық. Бұл жай қайталау түріне мысал болады. Ал екіншісі балалар, еспе қайталау. Еспе қайталау дегеніміз алдыңғы тіркестің аяғы келесі тіркестің басында қайталанып айтады. Яғни, мысалы, мына өлеңді қараңдаршы. Сарқырайды мұз бұлақтар. Енді осы мұз бұлақтар деген келесі тіркестің басында қайталанады. Мұз бұлақтар удашу. Қанеке оқып көрейікші. Сарқырайды мұз бұлақтар. Мұз бұлақтар удашу. Яғни, алдыңғы тіркестің аяғы келесі тіркестің басында қайталанып отырады екен. Ал анафора дегеніміз балалар, өлеңнің әр жолы немесе әрбір ой ағымы бір сөзден басталып отырады. Мысалы, ұйқыдан соң жапырақпын, жаңбыр шайып жаңарған. Ұйқыдан соң құспын, ұшақ ұшып, көліне кеп демалған. Мәуленовтың бұл өлеңінде анафоралық құбылыс ұйқыдан соң, яғни өлеңнің әрбір жолында бір сөзбен басталып тұр. Ұйқыдан соң, бұл анафоралық қайталау түрі болып табылады екен. Ал эпифора дегеніміз балалар, өлеңнің әр жолының немесе ой ағымының соңындағы бір сөз бірнеше рет қайталануын айтады екенбіз. Мысалға, күншілдер өледі көңіл от қарып, батырлар өледі борышын атқарып. Яғни осы жердегі өледі деген сөздер бұл эпифоралық құбылыстағы қайталау түрі болып табылады екен балалар. Ендеше бүгінгі сабағымыздың негізгі бөліміне өтейік. Бұл жерде Қобыланды батыр жырындағы, яғни екі батырдың айқасы, екі батырдың мінез құлқын сипаттайтын жырдағы кейіпкерлердің бейнесімен мен сендерді таныстыру үшін арнайы видеоролик алып келдім. Ендеше сол видеороликті бірге зейін қоя отыра тыңдайық. Қобыланды батыр қазақ фольклорының аса бір көркем, кемелді көлемді мұрасы. Бұл эпос қазақ халқының бас батыр ретінде бағалануға лайықты. Қобыландының ерлікке толы ғұмыры мен оның ешқашан жеңілмейтін асқақ тұлғасын сомдаған жыр. Қобыланды елдің еркіндігі мен ертең үшін қасықтай ғаны қалған шайқасуға қашанда дайын. Сөзі мен іс-әрекетін бір мақсатқа тоғыстырған мәрт мінезді кесек тұлға. Оның
кемел кісілігі отбасындағы қарт ата-анасына, сүйікті жарына, жалғыз қарындасы қарлығашқа, дос жарандарына деген қамқор сезімінен бастау алады. Қазақ батыры эпикалық кейіпкерге қажетті барша қасиеттерге ие. Халық басына қауіп төнгенде қабағынан қар жауған, кірпігіне мұз қатқан, бұрсанған, мұздай темір бұрсанған Қобыланды батыр досына кешірімді болса да жауына аса қатал. Қобыландының жары құртқа, ажарына ақылы сай ару. Құртқа батырдың әрі досы, әрі ақылшысы, тайбурылдай тұлпарды баптап өсірген адал жар. Қарлыға батырлық асқан Қобыландымен бірдей дәрежеде ерлік көрсеткен батыл қыз. Жырда Қобыландының анасы аналықтың, қарындасы Қарлығаштың образы да тартымды сипатталған. Сонымен бірге әкесі Тоқтарбай, Естеміс, Көктім, Аймаққан, Көбіктің образдары өзіндік типте ерекше бейнеленген. Жырдағы Қараман жау батыры айлалы, алып күштің иесі. Жырдың ең көлемді мазмұны тайбурыл тұлпарға арналған. Қобыландының жауға шапқан мінетін тұлпары ғана емес, қиналған сәтте дем берер айнымас серігі. Керемет видео болды деп ойлаймын, балалар. Бұл видеода біз не түсіндік? Қобыланды батырға қандай мінездеме берді? Оның жалғыз қарындасы Қарлығаның мінезі қандай екен? Ал Құртқаны қандай керемет сөздермен сипаттайды? Одан да басқа, тағы да басқа кейіпкерлерге қандай портреттік құбылыс жасап отыр екен? Ендеше балалар, осы сұраққа WhatsApp желісі арқылы жауап беретін боламыз. Келесі балалар, ендеше сабағымыздың мәтініне көшейік. Бұл мәтінде мен сендерге қызылмен белгілеп қойған бөлімді қарасаңдар, яғни бұл жерде қайталаудың түрі берілген екен. Бұл сендер енді қалай ойлайсыңдар? Мынау шумақ өлеңде қайталаудың қандай түрімен берілген шумақ өлең деп ойлайсыңдар? Ендеше бұл тапсырманы жасау үшін кері байланыс жасап WhatsApp-қа шығатын боламыз. Ал келесі тапсырманы жазбаша түрде орындаймыз. Яғни екі батырдың Көбікті еліне жасаған шабуылы бөлімі бойынша ірі оқиғаларды тізбектеп жазып шығасыңдар. Мысалы балалар, міне мынау біздің екі батырдың Көбікті хан еліне жасаған шабуылы бөлімі осындай жыр шумақтар арқылы басталады екен. Ол боз қайтанба жаудан деп іздеп келіп бұл жерге Қараман батыр кезеніп Қобыландыға келеді. Ай Қобыланды құрдасжан, қайратыңды мен көрдім, бәрекелді ер деді. Найзам тимей дұшпанға, арманда барам мен деді. Осы бүгін естідім, жақын жерде бір шаһар, Көбікті дейтін ханы бар, жүрсең соған барайық. Міне балалар, яғни екі батырдың Көбікті еліне жасаған шабуылының негізгі оқиғасы бірінші Қараман мен Қобыландының келісімімен басталады. Яғни Қараман мен Қобыланды деген батыр екеуі келісіп Көбіктінің жеріне барып, сол жаққа олардың малын айдап кетуге жорыққа шығайық деп екеуінің келісімімен басталады. Ал бұл бөлімнің соңы екі батыр Көбіктіні жеңіп, Көбіктінің малын өздерінің еліне айдап кетумен аяқталады екен. Ал осыған дейінгі аралықта қандай ірі оқиғалар бой алды? Сендер ол үшін осы бөлімді оқып, қалған бағандарды толтыруларың керек болады. Ал келесі жұмысты біз үй жұмысы ретінде аламыз. Бұл жерде жырдан үзінді келтіре отырып, Қобыландының ерекшелігін дәптерлеріңе жазасыңдар. Яғни Қобыланды ержүрек екенін біз жырдағы қай үзінді арқылы білеміз? Қобыландының батыл екенін дәлелдейтін жыр үзінділерін оң жақ бағанға толтырып жазасыңдар. Аңғал, намысшыл, ашуланшақ екенін білдіретін арнайы жыр шумақтарды оң жақ бағанға толтырып жазып өткізесіңдер балалар. Ендеше алдыңғы тапсырма, яғни ең бірінші сұрақ жауап тапсырмасы мен сынып жұмысы тапсырмасын орындау үшін WhatsApp желісіне кері байланысқа шығайық.